Атамның сабақтары. Әр ересек адамның өмірінде оның қалыптасуына ықпал ететін, оны тәрбиелейтін, оған үлгі болатын адамы болады. Менің өмірімдегі сондай адам туралы өзіне сыр шерткім келіп отыр. Ол кісі менің атам. Әрбір ісімнен, қарекетімнен атамның сабақтарының ізі әлі күнге дейін білініп тұрады. Егер мен осы кезге дейін қандай да бір белеске шығып, жетістікке жеткен болсам, ол атамның тәрбиесінің жемісі деп білем. Менің атам жаратылысы ерекше жан болатын. Орта бойлы, шымыр денелі, шашын тықырлап алдырып тастайтын. Соғыстан алған жарақатының салдарынан сол қолының шынтағы жазылып бүгілмейтін. Бір аяғы екіншісінен қысқа. Бірақ сол кемтар жағдайына қарамай өте қуатты, шапшаң еді. Ауылдың тірлігі ертеден кешке дейін қара жұмыспен өтеді ғой. Сондай кездері атамның қарымына анау-мынау жас жігіттер ілесе алмайтын. Әке-шешеден жастай жетім қалған, ашаршылықты бастан кешкен, шиеттей балалары көз алдында шетінеген, қанқұйлы соғыстың бел ортасында болған. Әйтеуір өмірдің тауқыметін бір адамдай тартса да, мойымаған, сағы сынбаған. Сырттай қатал мінезді көрінгенімен, жүрегі жұмсақ, бауырмал болатын. Қазір өткенде үңілсем, ол кісі ешқашан мені отырғызып қойып, балам, адал бол, мықты бол, әділ бол деп әңгіме айтпапты. Ол кісі артық сөйлемей тек өзінің ісімен көрсететін және тапсырма беріп орындататын. Менің бойыма атамның ең алдымен сіңірген жақсы қасиеттері еңбексүйгіштік пен тазалық. Біздің ауламыздың бір бөлігінде алма бақ, бір бөлігінде апамның көкөнісі, бір шетінде жоңышқаның шабындығы болатын. Тағы бір жағында малға арналған қора-қопсы. Осы шаруашылықтың барлығын атам ақсаңдап жүріп, бір өзі дөңгелететін. Таң атпай ұйқысынан оянып, намазын оқып болған соң, шық түспей тұрып, бедесін шауып алатын. Содан соң оны бізге балтамен майдалап, туратып, қорадағы байлаулы тұрған қойға бергізетін. Атамның малды баптап, баққаны өз алдына бөлек әңгіме. Сол баптағанның бір көрінісі, бордақыланған қойлар семіздіктен орындарынан тұра алмай қалатын. Ал қораның ішіндегі тазалық қазіргі заманның техникамен жабдықталған мал фермаларындағы жағдайдан артық болмаса кем түспейтін. Одан кейін кезек аулаға келеді. Жаз болса үйдің айналасын қылпық қалдырмай сыпырып, қыс болса қарын күреп, малдың асын тазалап, жемін шөбін, тұзын төкпей шашпай алдына дайындап қоятын. Атамның ұқыптылығы сондай, аулада не қорада көлденең жатқан аша күрек болмайтын. Іздеген нәрсе әрдайым өз орнынан табылатын. Бізден де сол тәртіпті талап ететін. Атам қазірдегі тайм-менеджмент деген ұғыммен таныс болмаса да күн тәртібіне ерекше көңіл бөлетін. Бар бала-шағаның ерте оянып, уақытымен тамақтанып, түстен кейін ұйықтағанын өзі қадағалап отыратын. Біз бала болған соң түстен кейін ұйқымыз келмейді, есіз дертіміз ойын. Бірақ атамнан қорыққан соң көңілге тура келеді. Сондай күндердің бірінде қызық оқиға болды. Атам бізді ұйықтады ғой деп ойлап, өз шаруаларына айналып кеткен. Біз оянып алып, бір ойынды бастап жібердік. Баланың шынашағындай ғана бір темірді тауып алып, соны алма-кезек жасыратын болдық. Ойын қызды, темірді жасыру мәртебесі маған тиді. Мен ұзақ ойланбастан аузыма сала салдым. Салдым да үнім өшіп, көзім баданадай болып, не істерімді білмей отырып қалдым. Өйткені әлгі темір лып етіп өңешімнен өтіп кетті. Жұтып қойыппын. Ұйықтап жатқан бала-шаға өре түрегеліп, ата, апа деп шу-шу етіп мән-жайды тиісті орынға жеткізді. Содан ел-жұрт болып мені емдеуге кірісіп кетті. Үстемелік тамақ беру керек, деді біреулер. Атам мен апам екі жақтап тамақ жегізді. Ең дұрысы май ішкізу керек, деді басқалар. Атам мен апам маған май ішкізді. Мақта жегізіңдер, деді тағы бір ақылмандар. Мақтаны жей алмадым шыны керек. Әйтеуір ақыр соңында сол нан мен майдың көженің арқасында ішімдегі темір түсіп бір жасап қалдық үй ішімізбен.
Енді әңгіменің желісін қайтадан аталмыш күн тәртібіне бұратын болсақ, атамның алдымен жұмыс, содан кейін ойын-сауық, демалыс деген қағиданы ұстанғанын айтқым келеді. Мен кезінде футбол десе ішкен асымды жерге қоятынмын. Әлемге әйгілі футболшы болу менің асқақ арманым еді. Соны білетін атам асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып, қозы өсірген озар деген сөзді ескерді ме қайдам, мені футбол ойнауға жібермес бұрын қора-қопсыны тазалау, апама отын суды дайындап беру, малдың жем-шөбін беру сияқты бірқатар жұмысты жүктейтін. Содан соң оның тыңғылықты орындалғанын талап ететін. Жұмысыңды тындырып, сабағыңды оқып болсаң, емін-еркін добыңды теба бересің. Ал егер бұлардың бірін орындамай қалсаң, футболдан қағылдым дей бер. Менің өзімнің уақытыма, жұмысыма деген талапшылдығымның негізі сол кезде осылай қаланғанын қазір анық түсінемін. Әрине, баланы тәрбиелегенде әрбір ата-ана оның білімді, еңбексүйгіш, ақылды болғанын қалайды. Атам баланың психологиясы туралы қалың кітаптар оқымаса да, оның келешегіне қандай қасиеттер қажет екенін білген деп сеніммен айта аламын. Өйткені ол кісі өмірдің мектебінен өтіп, ыстық-суықты көріп, әбден шыңдалған. Ақыл, тәрбие, еңбек, білім өте маңызды. Әйтсе де жігіт үшін ерік-жігер мен табандылықтың орны бөлек. Сондай ерік-жігерді тәрбиелеу сабағын көктемнің тамылжыған бір күнінде 8-9 жасымда алдым. Жылдағы әдетімен атам үйдегі малдың барлығын жайлауға жіберді. Бір тайдан басқасын. Бақшаның жерін айдатып тастады. Содан соң іргелес отырған бір ағайынды шақырып кел деп бұйырды. Ол бауырым жасы 20-ларға келіп қалған жігіт. Менің қаперіме ештеңе кіріп шыққан жоқ. Тайды сол ағайын үйретеді екен. Мен қызықтап қарап тұрады екенмін деп ойладым. Қайдағы? Атам әлгі тайды бақшаның ортасына әкелдірді. Ағайым оның құлағын басып ұстап тұрды. Мін деп бұйырды атам. Мен шынымен маған айтып тұрма деп таңданып жан-жағыма қарадым. Мін деймін деп қайталады атам. Осыған дейін тай үйреткен тақымы босаңдау жігіттердің құлағандарын сыртынан көріп, жүрегім шайлығыңқырап қалған болатын. Өгізге туған күн бұзауға да туады демекші, ойнақтаған тайды жуасыту бақыты маған да бұйырды. Еш зауқсыз, асықпай, уақытты мейлінше созып жақындадым. Үзеңгіге аяғымды салып, тартылып міндім. Ағайым тайды еркіне қоя берді. Сол-ақ екен, тайым мөңки жөнелді. Оны тоқтату деген қайда бой беретін емес. Қазір мынау лақтырса біттім, одан да өзім құлап құтылайын деп шештім. Жаңа қопсытылған жер жұмсақ қой деген оймен ыңғайланып құлай кеттім жерге. Жерден түрегеп жатып, жарығым-ау, бір жерің майып болып қалды ма деп, атам жетіп келеді деп күтіп тұрмын ғой. Ойлағандай-ақ болды, атам жетіп келді. Бірақ, өй, әкеңнің бос белбеуіне ме деп айғай салғанын естігенде орнымнан қалай атып тұрғанымды білмей қалдым. Атам былайғы кезде сабырлы болғанымен, ашуланғанда өзін тежемейтін, қолындағы таяғы иегіндегі шоқша сақалымен бірге шошаңдайтын. Мін кәне қайтадан, осыдан енді құлап көр, мына таяқ арқаңда ойнайды деді, бар денесімен селкілдеп. Атамның мінезіне әбден қанық болғанмен, әлгі тайға қарғып міндім де жабысып алып қаттым да қалдым. Ағайым қашаны ашып ауладан шығарып жіберді. Сол кеткеннен мол кетіп, тайдың сіресін қатырып жуасытып алып келдім. Бірақ атама деген өкпем қара қазандай. Мені құлағанда басымнан сипамады. Бір жерін майып қылады деп есіркемеді деген ренішімді баса алмай жүрмін. Атама қарап қоямын. Ол кісі түк болмағандай риза кейіппен күрең шайын ұрттап отыра берді. Сол күні мен өмірге дайындықтың ең маңызды сабағын өтіппін. Менің алдымда әлі талай асу мен кедергінің, соққылардың болатынын білетін атам, құлағанды қайтадан тұрып, тұлпарына қонуды үйренсін, соққы алса да қайтпай қайсарлық танытсын деген мақсатпен менің ерік-жігерімді бала жасымнан шыңдағаны екен. Сол жерде атамның неге риза болып отырғанын түсінбей ренжісем, дәл қазір осындай сабақ әрбір боз балаға керек екенін білемін.
Біздің үйден қонақ арылмайтын. Атамның кең пейіл құшағы мен апамның мол дастарханы алыс-жақын туысқанда, көрші-көлеңге де, еш туыстығы жоқ мүсәпірге де дайын тұратын. Қонақ келгенде біздің қолымызға құмған мен орамал бергізіп, үлкендердің қолына су құйғызатын. Қонақтар кететін мезгілде олардың сырт киімін, аяқ киімдерін кигіздіріп, қызмет қылуды үйрететін. Бұл кішіпейілділік, қамқорлық сабақтары екен. Апам маған осы қасиетің атаңа тартқан десе, мерейім өсіп қалады. Өйткені ол кісінің мінезінің жақсы қырлары көп болатын. Соның бірі білімге, оқуға деген құштарлығы. Өзі өмірден өтетін шағында біраз уақыт төсек тартып жатып қалды. Сол кезде мені қасына отырғызып қойып, батырлар жырын, Абайдың, Жамбылдың өлеңдерін дауыстап оқытатын. Қазір таразылап отырсам, өзі ауыр халде жатқан адамға өлеңнің де, жырдың да қызығы жоқ. Оның үстіне сол жырларды атам жатқа білетін. Ден сау күндерінде ол жырларды күйтабақтан-ақ тыңдай беретін. Маған оқытуының себебі бала жасымнан оқуға деген құмарлығымды оятып, көкейіне тоқи берсін деген ой екен. Атам соңғы демі таусылып, өмірден өткенше, маған өзінің түйгенін, білгенін сіңіруге бар ынта-ықыласын салыпты.